Азаматтар жиынының күн тәртібінде екі сауал қаралып, оның алғашқысы кіреберіс алдындағы жарық шамның орналасуы болды. Зейнеткер Георгий Иванов тарапынан осы мәселеге байланысты жарықтандыру жүйесі дұрыс қойылмағандығы жөнінде әкімдікке өтінім түскен. Дегенмен өзге де тұрғындар мен мамандардың пікірінше аталмыш жүйе барлық қажетті нормаларға сай орналасқан. Ал ғимарат алаңындағы автокөлік тұрағы күн тәртібінде қаралған екінші мәселе болды. Бұл сауал 2015 жылда көтеріліп, прокуратура тарапынан берілген құжатқа сәйкес көлік тұрағының орны заңнамаға қайшы еместігі анықталған. Жиын жалғасында екі жақтың пікірлері де тыңдалып, оның барысын қорытындылаған қала әкімінің орынбасары Сағындық Шапаров жоғарыда көтерілген екі мәселені толықты шешу қажеттігін алға тартты. Это запротоколируем. Соответствующие органы согласно компетенции пригласим. Бүгінгі жиынды қорытындылай келе күн тәртібінде қаралған мәселелерді хаттамалық негізде бекітуді ұсынамын. Мамандардың ақпаратына сай, автокөлік тұрағы қажетті нормаларға сәйкес орналасқан. Ал жарықтандыру жүйесіне байланысты шамның өлшемдерін алу үшін алдағы уақытта зертханалық қызметкерлерді тартатын боламыз, деді Сағындық Шапаров.